Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз интернет жағдайы жасамай қалғанда, интернетке байланыс жоғалып кеткенде, интернет болмай қалған жағдайда не істеу керектігін үйретеміз. Мысалы, көбіміздің телефонымыздың төбесінде 4G, H+, 3G, 4G сияқты көптеген осы стрелкалар көрініп тұр. Міне төбелерімізде қазір H ұстап тұр. Ол интернеттің жылдамдығы H+, жоғары жылдамдық 4G, одан да жоғары жылдамдық болып табылады. Осы стрелка қосылып тұрады, бірақ төбесінен H+, сондай белгішелер көрінбей қалған жағдайда не істейміз? Ол үшін біз настройкаға кіреміз. Настройкаға кіреміз да мобильный сеть таңдаймыз. Және міне точка доступа деп тұр. Осы точка доступаға кіреміз. Міне көріп отқандарыңызда бізде Билайн интернет тіркелген. Сол арқылы H+ ұстап тұр. Бұл жерде опции деген бар, соны таңдаймыз. Кейбіреулеріңіздің телефондарыңызда ол 3 точкада болуы мүмкін, және восстановить настройка дегенді басамыз. Окей деп басамыз. Бұл өз қалпына қайтадан орнатылып келеді. Біраз уақыт күтеміз. Міне H+-іміз қосылды. Осы арқылы телефондарыңызды жасай аласыздар. Каналға тіркеліп, комментарий қалдырып кетеміз. Назарларыңызға рахмет.